Әділеттікті айтамыз дағы ұстанғымыз келмейді. Ал айтқанда ұнамдысын ғана айтқымыз келеді. Шыны былай. Кейбір халықтар Владимир Ленинге риза болады. Қошеметтеулері тиіс. Өйткені мемлекеттері ешқашан болмаған халықтар сол мемлекеттіктерін немесе республика статустарын Ленин арқасында ғана алған болатын. Ондай халықтар жетерлік. Ал мысал ретінде Беларусьті айтамыз. Мұндай мемлекет түгелі Беларусь халқы деген атаудың өзі болмаған. Бүгінгі Беларусь жерлері сондағы жұртымен қоса, алғашында Рус мемлекеті құрамында, одан кейін Ұлы Литва князьдығы құрамында, содан соң Речь Посполита құрамында болған еді. Ал енді ең соңында Ресей империясы құрамында болды. 1917 жылы Ленин бастауындағы революция жеңісіне жеткенде, Ленин еш саудаласпай, дауласпай Литва, Латвия, Эстон, Фин халықтарына егемендіктерін, ал басқаларына автономияларын бере салды. Беларусь өстіп СССР құрастырушы 4 республикалардың бірі мәртебесіне ие болды. Ал кейін Сталин кезінде Беларуське тағы біраз жерлер тіркелінді. Жақсының жақсылығын айтты, демей ме қазақ өз мәтелінде. Ендеше Беларусьтер Ленин мен Сталинге, жалпы СССРге қалай қарау керек еді? Қандай пікірде болу керек еді? Ленин өзі қалап кеткен советтік жүйені Ленинге қарыздар беларусьтер қалай бұзбақ? Бәлкім сол себептері Лукашенко жұрттың сүйенішіне ие болғанда шығар. Қалыптасқан жүйені сақтап қалған үшін. Ал кейін теледидардан Ресей мен Қазақстандағы, Украинадағы сұмдықтарды көргенде Лукашенкоге ризашылықтары арта түсті. Өйткені социализмді қойып капитализм жолына түскен Ресей, Қазақстан, Украинада прихватизация, яғни тонау басталып, мемлекетке халыққа тиесілі өндірістер азғантай ғана топтар қолдарына кетті. Ауылдар, деревнялар, хуторлар күйреді, ал ондағы жұрт қалаларға қаңғып кетті. Бұрынғы СССР кеңістігін қайыршылық басты. Адам тені бұзылды, құны түсті. Біз міне осылай болып жүргенде Беларусьтерде сол баяғы жүйе, азаматтары жұмыспен қамтылған, өндірістер таңдаулы біреулердің қолына кетпей, мемлекет меншігінде қалай берді. Құтырған бай сымақтар жаратылған жоқ, ауылдары күйремеді. Цензура арқасында қалаулым сияқты арзан шоуларға жол берілмей, жұрт дені сау қалды. Ал енді Лука жарамай қалды ма? Сонда жұрт Лукадан шаршады ма, әлде жүйеден шаршады ма? Кім не ойлайды? Пікірлерімізбен бөлісе отырыңыздар.